Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін жүргізуші куәлігі, яғни водительское право туралы айтқым келеді. Жүргізушінің куәлігін 18 жастан асқан кез келген Қазақстан Республикасының азаматы ала алады. Б және Б1 категориясын алу үшін бұрынғыдай автошколада оқудың қажеті жоқ. Өз білген біліміңізбен тапсыруыңызға әбден болады. Автосонға бармас бұрын осы құжаттарды дайындап алыңыз. Ол өзіңізбен бірге жеке куәлік, справка 073, оны поликлиникадан аласыз, және госпошлина төленген туралы чек. Госпошлинаны кез келген банкте төлей аласыздар. Тестілеуде 40 сұрақ беріледі. Оның 38-не дұрыс жауап берсеңіз, өткен болып есептелінесіз. Ары қарай сізді практикалық экзамен күтіп тұрады. Өз бетіңізше ПДД-ға дайындауыңызға болады. Ол үшін оқулықтарға толуыңыз болады, немесе интернет арқылы ПДД тест деп жазып, сол арқылы дайындауға болады. Мен өткен жылы бірнеше баланы дайындаған болатын. Бізге видео тест түріндегі тест өте жақсы көмектесті. Мына жерде Instagram тұр, сол арқылы жазуыңызға болады. Тестін жаттау үшін шамамен 1 ай керек деп ойлаймын. Біздің бала 1 ай ішінде жаттап алды. Егер олар жаттап алса, сіздердің де қолдарыңыздан келеді деген ойдамын. Көп адамдар қоятын сұрақтардың бірі, ол теориялық және практикалық экзаменді өтпей қалса, неше рет тапсыруға болады? Барлығы сіз 3 рет тапсырасыз. Егер бірінші рет өтпей қалсаңыз, екінші рет келесі күні де тапсыруға болады. Ал екінші рет өтпей қалсаңыз, сіз 1 айдан кейін ғана тапсыра аласыз. Бұл жерде ескеретін жайт, егер барлық 3 мүмкіндікті жіберіп алсаңыз, тек 2 айдан кейін тапсыра алатын мүмкіндік туады. Егер сіз өзіңіз дайындалатын болсаңыз, 3 ретте тестілеуден өтпей қалған жағдайда сізді автошколаға жібереді. Яғни келесі кіргенде сізде міндетті түрде автошколада оқыды деген сертификатпен кіресіз. Егер теориялық тестілеуден өткеннен кейін оның оң бағасы тек 3 ай көлемінде ғана жарамды. Сол 3 ай ішінде сіздер ары қарай практикалық экзаменді тапсыруыңыз қажет. Егер оны тапсырмасаңыз, теориялық тесттің нәтижесі жойылады. Тағы бір ескеретін жайт, егер сіздің қолыңызда шетелдің правасы болса, сіз Қазақстан Республикасына көлік жүргізу үшін тағы да экзаменнен, яғни теориялық экзаменнен өтуіңіз қажет. Тағы бір ескеретін жағдай, егер сіз белгілі бір себеппен жүргізуші куәлігінен айырылған болсаңыз, онда сіз оны қайтарып алу үшін теориялық экзаменнен өтуіңіз қажет. Практикалық экзаменге дайындалу үшін YouTube-тан видео сабақтарды көріп, автодромның қандай екенін біліп алған артық болмайды. Әр қаланың автодромы әртүрлі. Жүргізуші куәлігі 10 жылға жарамды. 10 жылдан кейін оны ауыстыру керек. Оны ЕГОВ арқылы да ауыстыруға болады. Мерзімі өткен жағдайда ешқандай экзамен тапсырудың қажеті жоқ. Назарларыңызға рахмет. Барлығына сәттілік тілеймін. Жолда байлаңыздар. Тағы да сұрақтарыңыз қалса, комментарий қалдырыңыздар.